Ең тамаша сөз бұл өмірде әке деген, суыққа бір шалдырмай мәпелеген, өмірдің соқпағымен өрге тартып, алдымен адам бол деп жетелеген. Тағдырдың кеуде тосып жартасына, біз үшін түскен майдан ортасына. Алаңсыз сауық сайран шалқып жүрміз, біз бүгін әкелердің арқасында. Менің анам еді, менің жұмағым, жанарынан жылу төгіп тұратын, қайран анам бұл өмірден өткелі, болды жүрек сағынышқа тұнатын. Алла алды, өзі берген жандарын, тілейміз біз жұмақтан орын болғанын. Туыс бауыр достарынан сұраймыз, дұға оқып естеріне алғанын. Қашайұлы Тайшы, 1942-2021. Сейітбек қызы Қалима, 1947-2022. Ардақты әке Тайшы Қашайұлы 1941 жылы 15 қарашада Қостанай облысы Жангелді ауданы Жаркөл ауылында дүниеге келген. Балалық шағы соғыс жылдарына тұспа-тұс келіп, ауыл мектебін бітірген соң Алматыдағы ауыл шаруашылық институтын оқуға түсіп, агроном маман атанады. Ізденіс пен талпынысты қажыр қайратқа ұластырып, еңбек жолын Қостанай облысының Веденка ауылында агроном болып бастап, Тайшы Қашайұлы Сарыторғай, Алба Бөрбегет ауылдарында бас агрономдық қызметке дейін көтеріледі. Адал еңбегінің арқасында облыс орталығы Арқалық қаласына қызметке келіп, қалалық элеваторда директордың орынбасары болып қызмет атқарды. Аяулана Қалима Сейітбек қызы 1947 жылы 15 наурызда Қостанай облысы Амангелді ауданы Екідің ауылында дүниеге келген. Орта мектепті бітірген соң Қостанай қаласындағы кооператив техникумына оқуға түсіп, есепші мамандығын алып шықты. Еңбек жолын өз туған жері Сарыторғай ауылында есепші болып бастаған аяулы ана қызметін Алба Бөрбегет ауылында жалғастырған. Зейнет жасына дейін үздіксіз Арқалық қаласындағы медицина колледжінде бас есепші болып қызмет етті. Көп жыл үздіксіз еңбек етіп зейнетке шыққан соң Астана қаласына қоныс аударады. Балалары мен немерелерінің ортасында ақылшы ата-әже танып, шөбере сүю бақытына ие болды. 2011 жылы мұсылманның 5 парызы қажылық сапарға барып, үлкен қажылық ниеттерін атқарып қайтты. Еңбекқор, білімді, тәрбиелі, ұл қыздары түрлі салада еңбек етіп, ата-ананың үмітін ақтауда. Тайшы Қашайұлы мен Қалима Сейітбек қызы салып берген сара жолды ұрпақтар танымында қалыптастыруда. Екі ізгі асыл жан ұрпақтардың мәңгілік сағынышы болып жүректерінде сақталады. Ардақты әке әр сөздің санамызда, рухың жүр бізді қолдап арамызда. Немере шөберең бар ұлықтайды, мың тағзым ардақты әке анамызға деп еске алады ұрпақтары. Тайшы Қашайұлы мен Қалима Сейітбек қызының жатқан жері жәннатта болсын. Рухыңа фатиха. Өмір жайында ойлана қалсам, ессіз адамдай жылап күлемін. Жүрміз өлместей өмірге келіп, жалғанның жайлы төрінде көріп, басыңа жауған бақыттың қары, түседі-ай бір күн, түседі-ай бір күн, түседі-ай бір күн көгілденері.
кетер әкең де анаң да кетер, кеткенше саған алаңдап өтер. Тірі кезіндей құрметте бәрін, өкпелегенше заманға бекер. Бермес ешкімге тіршілік баға, татынмас тағдыр бір шыбыққа да. Анау өмірге апаратының Құдайға қылған құлшылық қана. Анау өмірге апаратының Құдайға қылған, Құдайға қылған, Құдайға қылған құлшылық қана. Шіркін таусылса әттеңің қана, салқын күндердің сәттерін қара. Жалғаннан жалғыз алатын еншің, бір-екі метр ақ кебін ғана. Сыналар өмір өтінде күшің, баядан мықты секілді үшін. Жер бетін ешкім жаулай алмайды, жер жаулап алар бетіндегісін. Жер бетін ешкім жаулай алмайды, жер жаулап алар, жер жаулап алар, жер жаулап алар, жер жаулап алар бетіндегісін. Жетер Алладан үкім алдағы, пенденің өлмеу бүкіл арманы. Айтып келмейтін ажал құрғырдан, қорқыттың өзі құтыла алмады. Қалар артында жаңғыры белес, әрбір адамның тағдыры белес. Бәріне мәңгі өмір тілерем, өмірде бәрі мәңгілік емес. Бәріне мәңгі өмір тілерем, өмірде бәрі, өмірде бәрі, өмірде бәрі мәңгілік емес. Әлинұр азамат болып еркесін, ақсақал болып